Болат Назарбаев жұртшылық арасында үлкен қызығушылық тудырып келеді. Және бұл таңғаларлық емес. 2009-2011 жылдар аралығында тұңғыш президенттің інісі Гүлжан, Майра және Гүлнұр Назарбаевалармен некеде болған. Және мұның бәрі бір уақытта болған. Бұл некелерді Қазақстанның ағаш органдарында қалайша тіркегендері әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Болат Назарбаевтың бірінші әйелі Гүлжан Айдмұхамбетова. Екеуі 1975 жылы шамалғанда, Болат 22 жаста болғанда отау құрды. Әйелі күйеуінен 2 жас кіші болатын. Гүлжаннан Болаттың Гүлмира, Құндыз, Нұрбол атты 3 баласы болды. Орда.kz сайтының ақпаратына сүйенсек, 2001 жылы Болат Назарбаев әйелімен ажыраспастан Майра Құрманғалиеваға үйленген екен. Майра Болат Назарбаевтың 9 жас кіші болатын. Майра бұрын тұрмыс құрған, дәлірек айтсақ, 2 балалы болған. Біреуі Данияр және екіншісі Жанна Кесікбаевтар. Құрманғалиеваның ұлы Данияр Кесікбаев 2015 жылы Малайзия премьер-министрі Наджиб Разактың қызына үйленді. 2002 жылы Майра Назарбаева Болаттың тағы бір мұрагері Хан Болатты дүниеге әкелді. 2011 жылы кейбір қазақстандық және шетелдік бақ Болат Назарбаевтың Майрамен ажырасқанын жазған болатын. Бірден дерлік бұрынғы әйеліне қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Содан кейін Интерполға ресми сұрау жіберілді. Елбасының інісі бұрынғы әйелі мен оның бірінші некедегі балаларын Назарбаев болып қалуын қаламады. Оларды атақты тегінен айырды, тек өз ұлы Хан Болатқа қалдырды. Сөйтіп Майра Назарбаева қайттан Құрманғалиева болды. Ал оның бірінші некесінен балалары Данияр мен Жанна Кесікбаевтар болып қалды. Некенің бұзылғаны туралы хабар Қазақстанда ғана емес, елден тыс жерлерде де жан-жақты талқыланды. Бұған әсіресе Нью-Йорк штатының жоғарғы сотының Манхэттендегі бөлімшесі көмектесті. Болат Назарбаев өз мүлкін қайтарып алу үшін сотқа шағым түсірді. Бұл мүлкі атақты Плаза қонақ үйдегі 20 миллион долларлық пәтер, шамамен 3,4 миллион доллар тұратын Майамидегі пәтер және ерлі зайыптылар 25,9 миллион долларға сатып алған Канналардағы вилла. Сотталушының адвокаты қарсы болған бітімгершілік келісімге сәйкес Майра Құрманғалиева Плазадағы кондоминиумнан Уолл-стриттегі және мұхиттағы Майамидегі пәтерінен айырылды. Сот құжаттары бойынша нысандардың басым бөлігі Болат Назарбаевқа қайтарылды. Назарбаевтың адвокаты оның қорғаушысы бітімгершілік келісімнің бір бөлігі ретінде Құрманғалиева ханым иемденіп алған құны 50 миллион доллардан асатын зергерлік бұйымдарға қатысты талап арыздардан бас тартуға келісті, деп мәлімдеді. 2009 жылы Болат Назарбаев Алматы облысы Жамбыл аудандық ағаш бөлімінде Гүлнұр Дүйсебаеваға тұрмысқа шықты. Ол үшінші ресми әйелі болды. Бұл кезде Гүлжанмен де Майрамен де ажыраспағанына қарамастан болған жайт. Үшінші әйелі күйеуінен 27 жас кіші болатын. Ұзақ уақыт бойы некенің ресми түрде тіркелгені белгісіз болды. Бірақ Гүлнұр Назарбаеваның сән салтанатты өміріне қатысты көптеген қауесеттер болды. Ол әлеуметтік желілерде үнемі қымбат, бай деп сипаттауға болатын фотосуреттерін жариялады. Желіде мақтанған кейбір суреттерде күйеуі Болат Назарбаев пен тағы 2 қыз бейнеленген. Олардың бірі Болат Назарбаевтың қызы болса керек. 2020 жылдың шілде айының басында Болаттың бірінші әйелі Гүлжан Назарбаева қайтыс болды. Ал жарты жылдан кейін оның ортаншы қызы Құндыз Алматы облысының Қарасай аудандық сотына әкесі мен өгей шешесін ажырасуды талап етіп арызданған. 2021 жылдың 18 наурызында Болат Назарбаев үшінші әйелімен ажырасқан. Шуақты Өзбекстаннан Қазақстанға оралған Гүлнұр Назарбаева өзінің тағы Дүйсебаеваға айналғанын білген. Ажырасқан келіншек көп күттірмей 5 наурыз күні Қарасай аудандық сотына арызданған. Ол сот шешімінің күшін жойып, ерлі зайыпты әйел мәртебесін қалпына келтіруді талап етті. Судья Азамат Шойбеков Гүлнұр Дүйсебаеваның уәждері расталды деп шешті. Ал жалпы Құндыз Назарбаеваның әкесі мен өгей шешесінің некесін жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ. Сондықтан сот арызды қанағаттандырды. Орда.kz сайтының хабарлауынша, Алматы облысы Қарасай аудандағы Үшқоңыр фольклорлық этнографиялық ансамблінің жетекшісі Динара Маметекова да Болат Назарбаевтың бейресми әйелінің бірі болуы мүмкін. Оған себеп ашық ақпарат көздеріне сүйенсек, әнші Шамалғанның орталығында жер телімі мен Аскеленден мейрамхана салып жатқан үлкен жер теліміне ие. Ашық дерек көздердегі ақпаратқа сәйкес осы меншіктердің барлығы Еркежан Болатқызы Назарбаевға тиесілі. Сондай-ақ осы құжаттардың барлығында аталған Динара Маметекованың аты да бар. Осы мәліметтерге қарағанда Еркежан Болатқызы Назарбаева Динара Маметекованың Болат Назарбаевтан қызы болуы мүмкін. 1991 жылы туған Жұлдыз Ташева 2020 жылдар шамасында Instagram желісінде сәнді өмірінің фотолары мен видеоларын жариялай бастады. Қымбат зергерлік бұйымдардың құны тек дөрекі есептеулер бойынша 490 мың доллардан асты. Ол кезде 29 жастағы қыздың Cartier фирмасының Just Un Clow білезігі сияқты қымбат аксессуарды сатып алуы екталай. Зергерлік үйдің ресми сайтындағы мәліметке қарағанда, бүгінде білезікті 330 мың долларға сатып алуға болады. Бірақ мұндай қымбат әшекейлерді жас қыздың қалтасы қалай көтереді? 2023 жылдың наурыз айында қазақстандық әнші Динара Әлжан YouTube желісіндегі уақыт көрсетеді арнасына берген сұхбатында Болат Назарбаевтың бейресми әйелі екенін мәлімдеді.
Айтуынша, ол Болат Назарбаевпен 2016 жылы 27 жасында танысқан. Әші олардың қатынасы есірткіге тәуелді болған кезде тоқтағанын айтты. Ол өзінің тәуелділігін шоу-бизнестегі достарынан жұқтырған.